Армысыздар қадірмен телекөрермен Алау арнасында көкейтесті сұхбат бағдарламасы. Студияда Аслан Ермекбай, ал бүгінгі студия қонағы Алмат Оразов, психолог мамандарды даярлау және әлеуметтік зерттеулер жүргізу орталығының бастығы, полиция капитаны. Студиямызға қош келдіңіз. Жалпы Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі Шарақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясына жақында мектеп педагогтарына арналған шағын курс өткен екен, және ол алдағы уақытта да жалғасады екен. Сол бойынша айта кетсеңіздер, ол қандай курстар, оған кімдер келіп қатысты? Соны айтып жүрсеңіз. Жалпы бұл курс негізі Қостанай облысы әкімдігімен және Қостанай облысы прокуратурасымен, білім басқармасы, Қостанай академиясымен, Ахмет Байтұрсын атындағы университет, яғни бірлесіп атқарып жатқан заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында жүзеге асырылып жатқан курс, біліктілікті арттыру курсы. Негізгі тақырыбы психологиялық қауіптердің алдын алу, суицид және буллинг деп аталады. Яғни енді бұл курсты мектеп жаңағы педагогтарына, соның ішінде сынып жетекшілері, мектептің психологтары, жаңағы мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары сияқты оқытушылар алғашқы кезде осы біліктілік арттыру курсына келді. Яғни бұрын соңды бұндай болды ма бізде курстар? Сіздердің осы академияның қабырғасында? Енді академия қабырғасында бірінші рет жүзеге асуда. Қазіргі таңда негізі біздің Қостанай академиясы біліктілікті арттыру курстары бізде бар, бірақ ол енді ішкі істер органдарының қызметкерлеріне арналған біліктілікті арттыру курстары. Ал енді осы жоба аясында біліктілікті арттыру курсы бізде бірінші рет болып жатыр. Жалпы алғаш рет дәл осы академия қабырғасында ұйымдастырылған іс-шараға 30-ға жуық, 30-дан астам мұғалім келіп қатысқан екен. Жалпы қалай өрбіді? Соны айта кетсеңіздер. Жоба бұл курстарды өткізуді бастауға түрткі болған, нақты қандай мәселе және қандай жағдаят болды? Бұл курсты ұйымдастыруға жалпы енді осы тақырып аясында айтатын болсақ, психологиялық қауіптердің алдын алу. Бұл енді бір ғана мектеп психологтарына немесе жаңағы оқытушыларға ғана емес қой, жалпы қоғамда бар мәселелер, соның ішінде біздің Қостанай облысында және былай айтқан кезде Қостанайда ғана емес, сонымен қатар біздің еліміздегі бір мәселелер. Бұл сондықтан үлкен алаңдаушылық туғызады. Бұл бір ғана жаңа айтқандай маманның емес, баршамыздың бірлесіп атқарып жаңағы бірігіп жұмыс істеген кезде нәтиже көретініміз. Себебі осы курс аясында психологиялық қауіптердің алдын алу, суицид және буллинг, бұл оқытушыларға, яғни біліктілікті арттыру курсы барысында өздерінің жаңағы тәжірибе алмасу, өздеріне қандай да бір әдістемелерді меңгеру, сол әдістемелерді ертең әр өңірден келді ғой. Осы біздің курсқа, Қостанай академиясына, біздің Қостанай облысының әр аудандардан келді дегенім. Әр аудандардан жаңағы мамандар келіп, осы курсымыз бүгін аяқталды. Бүгін аяқталды жалпы, Жалпы жоба ең алдымен педагогтер үшін қандай өзгерістер әкелуі тиіс деп ойлайсыз? Ең алдымен әрине кез келген адам, ол оқытушы болсын, әрдайым өз-өзін дамытуға жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Бұл жерде енді өзін біліктілікті арттырудан алған жаңағы айтқанымыздай білімдерін, практикалық, теориялық білімді және практикалық жаңағы ақпараттардың барлығын өзінің қызметінде дұрыс қолдана білу. Өйткені жаңа айтқандай, мысалы оқушылар арасындағы әртүрлі кеңістіктер, буллинг тақырыбы аясында қорқыту, кемсіту, мысалы буллинг дегеніміз не деген кезде, ол ағылшын тілінен аударғанда қорқыту, жаңағы кемсіту, мұқату деген мағынаны білдіреді. Және бұл басқа өзге жаңағы адамды, осы өзге адамды кемсіту арқылы, яғни сол адамға қысым көрсету.
Міне сондықтан бұл курс барысында берілген барлық материалдарды, барлық ақпараттарды біздің ұстаздарымыз өздерінің қажеттіліктеріне қарай дұрыс, тиімді қолданса деген, соны ары қарай қолданады деп білеміз, және соны ары қарай жаңағы балалармен жұмыс жасау барысында, ата-аналармен тығыз жұмыс жасау барысында ары қарай жақсы нәтиже көрсетеді деп сенеміз. Жалпы алдағы уақытта балалардың буллингке ұшырамауы және ұстаздардың дер кезінде дәл осындай бір кикілжіңді қауіптердің алдын ала білуін жалпы үйреттіңіздер, иә? Енді оқу бағдарламасын әзірлеу кезінде қандай халықаралық, мүмкін отандық әдістемелер қолданды ма, сол бойынша айта кетсеңіздер? Жалпы бізде жоғарыда айтып кеткендей, Қостанай академиясында халықаралық жаңағы меморандум аясында біліктілікті арттыру курстары бар. Бұл біліктілікті арттыру курстарына мысалы жаңағы Қырғызстан, Тәжікстан мемлекеттерінен келіп, біздің осы ішкі істер органдарында қызмет жасайтын мамандар курстан өткен болатын. Ол 2024 жылы, осы 2025 жылдары, және де сол курстарды және басқа да біздің өзіміздің Қостанай академиясына келетін басқа да курстарды қарап зерделей отырып, яғни тақырыптарға ең басты назар аудару, себебі сол тақырыптар осы мынау мектепте, колледжде жұмыс жасайтын ұстаздарымыздың ертең жаңағы қызметінде дәлме-дәл келетіндей, дұрыс соны тиімді пайдалана алатындай, түсінікті, бұл жерде енді басымдық берілді жалпы практикалық сабақтарға. Тек қана мысалы дәріс форматында сабақты түсіндіру ғана емес, сонымен қатар әртүрлі топтық жұмыстар, олардың ішінде жаңағы әртүрлі кейстерді шешу, тапсырмаларды орындау деген сияқты, рөлдік тіпті ойындар, тапсырмалар арқылы ұстаздар өздері сол жағдайларды, ситуацияларды кеше, мысалы сабақ барыстарында біз бір апта бойы қадағалап, сол оқу сабақ барысында оқытушыларымыздың да белсенділігі жоғары, себебі осындай мәселелерге бей-жай қарамайтыны көрінді. Осы тапсырмаларды орындау барысында әртүрлі сызу, жаңағы ватман плакаттармен жұмыс жасау деген сияқты, өздерінің ойларын білдіру, өздерінің идеяларын, баланың өмірі, адамның өмірі құнды екені, бәрінен жоғары екені, ол біздің Қазақстан Республикасы Конституциясында да көрсетілген, айтылған, өздеріңіз білетіндей. Дегенмен де біздің ұстаздарымызда кеше келген кезде осы курстың өту маңыздылығы және қазіргі таңда қажеттілігі жоғары екенін өздері сол кісілер айтқан болатын. Жалпы кеше сіздерге тек қана мектеп емес, сонымен қатар колледжінде қатысты, жалпы буллинг бұл тек қана белгілі бір жасқа байланысты емес қой, түсінігіміз бойынша, кез келген жаста да кездесе береді. Колледж оқушыларына, студенттер арасында, жоғары оқу орындарының студенттері арасында да, мүмкін ол қызметкерлердің де арасында кездесу мүмкін. Енді біздің басымдық беріп жатқанымыз ол мектеп, колледж, мысалы негізгі, себебі біздің болашағымыз ол балалар мектеп қабырғасынан бастап, яғни өзіне өмірлік жаңа құндылықтарды, өмірлік бағдарларды не істейді, айқындай бастайды. Айқындай бастайды. Сол себепті де біз бұл жерде тек қана ұстаздар ғана емес, баршамыздың осы Қостанай академиясы, жаңағы Қостанай облысы әкімдігі, білім басқармасы, баршамыздың осы бірігіп, бірлесіп жаңағы курсты ұйымдастыруға негіз болып, ең негізгі әрине бұл заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында, жаңа жоғарыда айтып кеткенімдей, себебі мемлекет басшысы, қазіргі ішкі істер министрінің арнайы тапсырмасы осы тұрғыдан да жаңағы көптеген жұмыстарды атқару, ел игілігі үшін қоғамға пайдалы қызмет ету. Баршамыздың осындай алда қойған мақсатымыз, міндетіміз бар. Жалпы буллингке ұшыраған баланы құқығы бұзылған бала деп айтуға келе ме негізі? Буллингке ұшыраған баланы, әрине бұл мысалы жаңа айтқанымыздай кемсіту, басқалар мысалы шектетеді балаларды. Қазір тіпті ол төменгі сыныпта, ортаңғы сыныптағы балаларда кішкене көбірек қаттырақ көрінеді. Неге? Себебі балалар өздері бөле бастайды. Соның ішінде олар
Мысалы кеше жаңағы айтып жатқанымыздай әртүрлі жұмыстарды жасап, оқытушылармен тәжірибе алмасу, әртүрлі сабақ барысында сұрап біліп жатқанымыздай, мысалы балалар өздерінің киген киімдеріне қарап, мысалы қолындағы ұстаған телефондарына қарап та, мысалы балалар кейде бір-бірін шеттетіп жатады. Менде осындай телефон бар деп, сізде немесе осындай телефон жоқ деген сияқты. Балалардың бір-бірін жаңағыдай шеттетуі, әрине ол да өз кезегінде жаңағы балаға қысым, психологиялық тұрғыдан қысым болып келеді. Сосын ол уақыт өте келе, әрине, мысалы буллингке ұшыраған бала ол айта алмауы мүмкін. Өзін тіпті ата-анасына да, ұстаздарына да айта алмауы мүмкін. Ал оны байқау керек, ең бірінші жақын жүретін кім балаға? Әрине ол өзінің ата-анасы, жаңағы сынып жетекшісі. Біз осы курста сынып жетекшілері қатысып жатыр. Менде алдағы келесі қаңтар айынан бастап осы курсымыз тағы да жалғасады. Жалғасын табады. Мамыр айына дейін жоспарланған. Әр жаңағы айда, апта сайын бізде осы курс жүзеге асатын болады. Негізі қанша уақытқа белгіленген, мысалы белгілі бір топ келді делік, мысалы 30-ға жуық кеше келді. Қанша уақытқа созылды олардың, қанша сағатқа созылды? Жалпы барлығы 36 сағат, бір аптаға жоспарланған. Міне бізде осы 22 желтоқсаннан 26 желтоқсанға дейін курс болды. Курстан өтті, біліктілікті арттыру курсынан өтті. Жалпы осы біліктілікті арттыру курсы басталған күні Алау телеарнасы арнайы барып бейнематериал түсірген болатын. Соған назар аударайық. Қадірмен телекөрермен дәл қазір шағын ғана сюжетке кезек береміз, назар аударайық. Қостанай облысында балалар арасындағы буллинг пен психологиялық қауіптердің алдын алуға бағытталған жоба басталды. 22 желтоқсанда іске қосылған жоба аясында мектеп пен колледж педагогтеріне балалардың психологиялық қауіп-қатерлерін ерте анықтауға арналған біліктілікті арттыруға арналған курстар өтуде. Ашылып жатқан бүгін курсымызда біз автодеструктивті мінез-құлқы бар балаларды қалай түсінуге, олардың ең жаман нәтижелерін қалай алдын алуға болатынын біз білеміз. Және осы үшін келдік. Маңызды бастамаға облыс прокуратурасы Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай ішкі істер министрлігінің академиясы, білім және денсаулық сақтау басқармасы мен сондай-ақ бірқатар мүдделі мекемелер белсенді түрде атсалысып отыр. Бұл проблемамен тек білім саласы ғана емес, барлық жауапты құрылымдар бірлесе күресу тиіс екенін көрсетеді. Оқу бағдарламасы жетекшілік ететін барлық департаменттермен, құзырлы органдармен бекітіліп келісілген болатын. Жалпы оқу бағдарламасы 38 сағатты құрайды. 8 сағат әрине ол дәріс сабағы, 30 сағат ол тәжірибелік сабақ. Енді сабақ беру барысында білікті мамандар, яғни психологтар сабақ беретін болады. Сондықтан да мен ойлаймын, осы курс жалпы өз жақсы нәтижесін береді. Біз енді осы 2026 жыл, 27 жылдары бойы осы курстарды беретін боламыз. Оқу мерзімі 1-7, яғни жоғарыда айтқандай 36 сағат. Жобаның мақсаты педагогтердің кәсіби біліктілігін арттырып, балалардың мінез құлығындағы қауіпті белгілерді дер кезінде анықтай алатын мамандарды даярлау. Сабақтарда Қостанай ішкі істер министрлігінің академиясы, Қостанай өңірлік университеті және өңірлік оқу әдістемелік орталықтардың жетекші мамандары өткізуде. Концепция закон и порядок в стенах академии. Біздің бүгінгі кездесуіміз Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің тапсырмасы бойынша барлық мемлекеттік органдар дәйекті түрде енгізетін заң мен тәртіп идеологиясымен іске асыру аясында өткізіледі. Ұсынылған іс-шара мамандардың балалардың психоэмоционалдық жағдайына сезімталдығын арттырып, дағдарыстық жағдайларды уақытылы анықтауға көмектесіп және уәкілетті органдардың ведомство аралық өзара іс-қимылын күшейтеді деп сенімдеміз. Жоба ұзақ мерзімге жоспарланған, бір оқу жылында шамамен 500 педагог оқытылады. Бұл бағдарлама автодеструктивті мінез құлықты ерте анықтау, буллингтің алдын алу және балалармен жұмыс алгоритмдерін қамтиды. Алғашқы әлекке Қостанай, Қарасу, Денисов аудандарының педагогтері қатысуда. Жалпы сюжетті көріп алдық, әрмен қарай жалғастыра кетсек, енді курсты жүргізетін мамандарды іріктеу, қандай талаптар қойылды, кімдер өткізді сіздерден бөлек? Жалпы бұл жерде тек қана психолог мамандар жұмыс істеді ме, әлде ішкі істер жаңағы органдардың қызметкерлері сабақ өткізді ме, кімдер өткізді? Жақсы, өте орынды сұрақ. Бізде осы курсқа жауапты енді біздің Қостанай академиясы, басшылық және сол курсқа келген
әр білім алушыны осы академия қабырғасында сапалы білім алуына, жаңағы барлық ақпараттарды толыққанды меңгеруіне, біз енді баршамыз сол жерде жауаптымыз. Қалай іріктеу жүзеге асады десеңіз, ол білім арнайы осы Қостанай облысы, Қостанай әкімдігінің білім басқармасы бізге арнайы тізімді ол кісілер жолдайды, кім келетінін. Яғни жаңа сынып жетекшілер, психолог мамандар, жаңа айтқанымыздай, басқа да оқытушылардың, педагогтардың келуін сол кісілер қамтамасыз етеді. Арнайы тізімді бізге даярлап, міне осындай оқытушылар келеді, осындай аудандардан, осындай жаңағы қаладан деген сияқты сол білім басқармасы даярлайды бұл жерде тізімді. Ал оқытушылар, жаңа айтып кеткенімдей, оқытушылар сабақ өткізетін Қостанай академиясының оқытушылары, Ахмет Байтұрсынов атындағы университетінің оқытушылары, жаңа Қостанай облысының психологиялық орталық мамандары, денсаулық сақтау басқармасының психологиялық бөлімінің мамандары, міне сол сияқты мамандар келіп, тек қана біздің академия емес, басқа да осы арнайы жоба аясында тікелей қатысып, атсалысып жатқан мамандар бар. Сол кісілер келіп сабақтарын өткізеді. Сабақ кестесіне сәйкес, арнайы бекітілген сабақ кестесі, соған сәйкес жүзеге асырады. Енді мамыр айына дейін жалғасады дедіңіз, иә? Мамыр айына жалғасады. Сол кезде біздің Қостанай облысының барлық аудандарының мектептері толық қамтылады деп айтуға келеді ғой. Енді дәл қазіргі таңда біз толыққанды соны мамыр айына дейін толыққанды жүзеге асырамыз деп айта алмаймыз. Бізге жаңағы айтқанымыздай жоспар бойынша қазір мамыр осы оқу жылының аяғына дейін, енді оқу жылының аяғына дейін біз қанша неге курсты жүргізуге жаңа білім басқармасы бізге ұсынады, береді, соған сәйкес біз барлығын жаңағы ұйымдастырамыз. Жалпы енді курстан өткен педагогтердің алғашқы білім тәжірибеде қолдануы қалай бағаланатын болады олардың жаңағы тәжірибеде қолданулары? Өте орынды сұрақ. Жалпы кез келген курсқа келген білім алушылар біздің Қостанай академиясында алғашқы келген күні арнайы тест тапсырады. Сол жаңағы осы курс аясында ақпараттар бойынша, мысалы бұрын сонда хабар бар ма, осы курс бойынша жаңағы буллинг деген түсінігі бар ма, мысалы кейбір оқытушылар, енді сынып жетекшілер бар, енді психологтар емес, сынып жетекшілер бар, кейбір кісілерге ондай ұғымдар таныс болмауы мүмкін, кейбір сұрақтарды жаңағы білу керек болады деген сияқты. Сол себепті арнайы жаңағы тест сұрақтары даярланып, алғашқы күні жүргізіледі, және біздің білім алушылар міне сертификат алатын күні сол күні кетер алдында жүргізіледі. Яғни осы бір апталық курста қаншалықты меңгерді, жаңағы қандай деңгей, қандай да пайыз көрсеткішін біз көруіміз керек. Яғни осы бір апталық курстың ақпаратын меңгергендігі жөнінде. Және де ол қалай бағаланады? Әрине ол ары қарай өзінің жаңағы ауданына барған кезде ол өзінің балалармен жұмыс жасап, ары қарай да өзінің курста меңгерген әдіс тәсілдерін қолданып деген сияқты, ол өзінің енді басқа да ұстаздарға оны жеткізу керек қой. Басқа да жаңағы ата-аналарға жеткізу керек, басқа да сынып жетекшілермен бөлісу керек ақпаратты. Сол жөнінде де өздері арнайы жаңағы есептерін жасап жолдайтын болады. Жалпы осы курстан өткен сертификат беріледі. Сол сертификат арқылы өзінің мектебінде, мысалы, шағын ғана не өткізіп, мысалы, кеңес өткізіп, немесе дәл осындай қысқа 36 сағат болмаса да қысқа не өтуіне несі бар ма, жалпы құқық бере ме сондай сертификат? Енді жалпы кез келген курстан өту барысында бір ескерілетін жайт бар. Ол курсқа барып келген маман өзінің жаңағы ұжымына міндетті түрде, шағын түрде ол есеп жасау керек, яғни ұжымның алдында, яғни қайда курс өтті, қандай тақырыптар қамтылды, және қандай өзектілігі бар, қандай мәселелер көтерілді, және қандай шешімі болды деген сияқты. Әрине ол сол өткен өзінің алған білімін бөлісу керек, міндетті түрде шағын түрде болса да есеп жасап, жаңағы презентация форматының несінде слайд арқылы ма, бір форматта видео арқылы өзінің өткен жөнінде, маңызды ақпараттар алғандығы жөнінде ол сол ұжыммен міндетті түрде бөлісу керек. Яғни кеше бір апталық курста 30-ға жуық
не қатысса, мысалы, оқытушы қатысса, Иә. әр мектепте 50-100-ден ұстаздар бар деп есептеуге болады. Яғни 30 адам осыншама адамға таратып, ақпарат одан сайын көбірек таралады деген жалпы сөйтіп айтуға келеді негізі. Иә. Енді әрмен қарай жалғастырайық. енді бұл жобада қарап отырсақ, білім саласы, құқық қорғау органдары барлығы бірігіп жасаған екен. Қандай нәтиже беру үшін істеліп жатыр бұның барлығы? Енді жаңа бұл қоғамда үлкен мәселе болып табылады. Және оның алдын алу, ең бірінші кезекте алдын алуға жұмыс жасау. Себебі біздің мақсатымыз бір мәселені пайда болған кезде, туындаған кезде ғана онымен бір күресу емес, яғни алдын алу және сондай жағдайларды төмендету. Біздің өңірімізде, Қостанай облысында, жаңағы аудандарда, яғни мектептерде осы балалардың сондай бір жағдайларға тап болмауына бірінші кезекте оларда ата-аналарға ақпаратты кейіннен насихаттау, жеткізу, түсіндіру жұмыстарын жасау және сол жағдайдың алдын алу мақсатымыз біздің күресу сол жұмыспен. Егер тап болған жағдайда да онымен әрине сол мектептің жаңағы айтқандай сынып жетекшілері, психологтары, сол баламен сөйлесу, әңгімелесу, жеке қандай баланы тыңдау. Мысалы, психологияда ең маңызды бір не бар. Алдына келген клиентпен психолог маман бірінші кезекте не істейді? Әрине ол тыңдайды. Сол адамның өзінің мәселесімен ішкі жан дүниесінде болып жатқан жағдайларды бірінші кезекте тыңдап, жаңағы кеңес беруге қадам жасайды. Сол сияқты бұл жерде тек қана психолог маман емес, енді жаңа айтқанымыздай сынып жетекшілер ол балаларды айтады ғой, мына қарым-қатынасты ортада адам бала болсын, ересек адам болсын, дұрыс жетілдіріп, тиімді жетілдіру жолдары дейді. Ең бірінші кезекте ол мұқият тыңдай білуге дағдылану. Біз үйде болсақ та, мысалы, баланы не істейміз? Балаға сәл назар аударып, сол баланы тыңдайтын болсақ, бала сізге өзінің бүгінгі болған жайымен, жағдайымен бөліседі ғой. Мен мектепте осындай жағдай болды, жаңағы бізге осылай жасадық, мынандай жаттығулар істедік, бізге былай айтты. Мысалы, сол сияқты бала бізге ең бірінші кезекте өз мәселелерін айтады. Біз егер әрі қарай баршы, анда баршы, уақытым жоқ десек, бала ол түсінеді. Біз яғни өзінің де жаңағы егер біздің ата-ана тарапынан да сондай жағдай болып тұрса, бала да кейін қазіргі таңда енді қарасақ осындай мәселелер бар да, балалар ол өзінің ешкімге бір қажет емес сияқты сезінбеу керек та бұл жерде. Жалпы күнделікті өмірде не болып жатқанын айталған бала ертең белгілі бір қиындық туындаған кезде, дер кезінде ата-анасына сол мәселесін айтылады деген қорытынды келтіруге болады. Енді болашақта бұл жобаны басқа өңірлерде енгізу немесе мазмұнын кеңейту сынды ойларыңыз бар ма алдағы уақытта? Жалпы басқа өңірлер бойынша енді әрине бұл бірінші кезекте қазір жоба ретінде біздің Қостанай академиясында жүзеге асып жатқан және қандай нәтиже болады келешекте. Әрине осы біздің білім алушыларға тікелей қатысты болады. Біздің білім алушыларымыз оны ақпараттарды меңгеріп, осы курс барысында жақсы нәтиже көрсетіп жатса, біздің оқытушылар тарапынан өзімізде жақсы жаңағындай ақпараттарымызды сауатты, жоғары кәсіби деңгейде беріп қана қоймай жақсы бір нәтижеге ұмтылатын болсақ, әрине бұл әрі қарай өзінің несін жалғасын табады. Өйткені жаңа айтқанымыздай, бұл осы алдағы жылды 2026 жылдың мамыр айына дейін жоспарланған және одан да әрі қарай жалғасын табуы мүмкін. Жалпы Алмат мырза, бүгін жалпы сұхбат барысында курс, осы бір апталық курстан бөлек буллинг тақырыбы да жақсы қозғалды, кеңінен ашылды және ата-аналарға да шағын кеңес болды. Қалай балалармен байланыс орнату керек, қалай сөйлесу керек деген секілді. Жалпы бүгінгі сұхбат көрермендер үшін және бізді тамашалап отқан педагог мұғалімдер үшін де өте бір сондай біліктілігін арттыруға, тыңдау арқылы арттыруға мүмкіндік берді деп ойлаймын. Жалпы біздің уақытта таяп қалған екен, сондықтан көрермендерге ізгі тілегіңіз болса, мына камера сіздің еншіңізде. Біріншіден рахмет осындай бағдарлама шақырғаныңызға. Шынымен бұл да енді жаңа айтқанымыздай қоғамдағы өте өзекті мәселе, тақырып.
ары қарай да жұмыс жасаймыз, ары қарай да әртүрлі жаңағы бірінші сабақтан кейін де көптеген ойларымыз бар, ұсыныстар бар бізге айтылған. Солардың бәрін ескере отырып, келесі жаңағы сабақтарымызды, курстарымызды жоғары, одан да жоғары деңгейде атқаруға атсалысамыз. Рахмет. Енді барша айтқым келгені, келе жатқан 2026 жыл құтты болсын, жаңа жылымыз табысты жыл болсын, берекелі жыл болсын, осындай балалар ауырмасын, әртүрлі қандай жағдай болмасын, біз балаларымыздың қасында табылып, сол балаларымыздың жаман жолға түспеуіне баршамыз атсалысайық. Ең бастысы балаларымызға психологиялық қысым емес, көмек көрсетейік. Көмек көрсетіп, әрдайым қолдау білдіріп, өйткені баланың бүгінгі бала ертеңгі біздің болашағымыз. Жақсы, студиямызға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Сізге де рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қадірмен телекөрермен, бұл көкейтесті сұхбат бағдарламасы. Студияда болған Аслан Ермекбай, ал студия қонағы Оразов Алмат, психолог мамандарды даярлау және әлеуметтік зерттеулер жүргізу орталығының бастығы, полиция капитаны. Ал біз сіздермен келесі 2026 жылға дейін қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.